сөйтіп мен Ақтау қаласына барып примерно 1 айдың ішінде үйлі болдым өзім. Ол кісіге қанша көлемде кредит алып бердіңіз? 600 миллион кредит алып беріп көмектестім. Мен Бауыржан Зорбай деген блогер, біздің Маңғыстау облысының баласы ғой. Маңғыстау облысының тумасы, Жаңаөзен қаласының. Ол бала сторис салған, әжемнің аманатын орындауым керек депті. Инстаграмнан жазады да, бір үй алып беріп жатырмын десе, ешкім сенбейді ғой. Иә, бірақ енді айналдырған бір 20 миллионға жетер-жетпес қазағым да. Жеріміз осындай кең байтақ. Бірақ бір Лос-Анджелесте тұратын сияқтымыз, бір Нью-Йорктан үй алатын сияқты жұмыс істейміз да. Көбісі үйін алғанын ағайыны білмей ақ қойсын, или мен ақша жинап алды деп ойласын. Біздің қазақта сондай бар. Сосын ешкімге ипотека мен алдым деп айтпайды. Армағайын, бұл бетперде, бүгінгі түсірілім 8 наурызға арналады. Бүгін менде қонақта көпбалалы ана, сұлу әйел, бақытты баспана жобасының компаниясының иесі Хадиша Сәбитқызы. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ма? Қош көрдік. Қалай жеттіңіз? Көңіл күйіңіз қалай? Қалайсыз жалпы? Жақсы, шүкір. Жалпы бұрын подкастқа шақырып жүрген адамдар көп болды. Шығуға ұялып, сөйтіп сіз ұсынғасын келіп отырмын. Рахмет. Мен ұсынысымды кері қайтармағаныңызға көп рахмет. Ендеше бастайық. Хадиша ханым, сіз біле білсем, сіз Батыс Қазақстаннан келдіңіз. Иә, Ақтау, Жаңаөзеннен келдіңіз, иә. Қашан көшіп келдіңіздер? 2 жыл болды уже Алматыға көшіп келгеніме. Жаңаөзен қаласында туылдым. Ақтау қаласында сол бақытты баспананы жұмысын жүргізіп бастадым. Алматыға көшіп келгеніме 2 жыл болды. Өзіңіз туралы толық айта кетіңіз. Мен сізді жақсы білгенмен, сізге жазылғанымен Инстаграмда, мен сізді оқимын. Көп халық тани бермейді. Сондықтан да өзіңіз жайлы толығырақ айта кетсеңіз. Мен Хадиша Сәбитовна, менің әкем, шешем, әкем Сатымов Сәбит, 62 жыл туылған, Жаңаөзен қаласында. Анам Оңайбаева Рахатай, 67 жыл туылған. 6 бауырым бар. 1 ағам, 2 сіңлім, 2 інім. Мен үйдің 2-шісімін. Тамаша. Қазір таңда өзіңіз тұрмыстасыз, өзіңіздің бала шағаларыңыз бар, иә? Иә, мен қазір тұрмыстамын. Жолдасым, 2 қызым, 3 ұлым бар. 5 бала. Яғни көп балалы анасыз. Көп балалы ана күміс белгі алдыңыз ба? Күміс белгі алдым, иә. Керемет. Енді жаңа көшу туралы айтып жатырмыз ғой. Негізі сіз Батыс Қазақстан сондай адуынды, жаңағыдай мінезді келеді ғой енді. Алматылықтар кішкене басқашалау. Осы көшкен сәтте бір менталитет айырмашылығын сезініп, жұмысыңызға кедергі болған жоқ па? Кедергі болды. Себебі біз Батыс Қазақстанды тіке айтамыз. Алматының халқы оны тіке айтқанды қабылдай алмайды. Сосын жаңағы сіз деп сөйлейді, бізде сен деп сөйлейді ғой. Сондай айырмашылықтар бар. Енді клиенттермен жұмыс жасау кішкене қиындау болды Алматы қаласының. Жалпы Ақтауда қанша жыл істедіңіздер? Бұл салаға қалай келдіңіз негізі? Тағы да қайталап өтейік, бақытты баспана деген компания мемлекеттік бағдарламалармен үй алып бересіздер ма? Жоқ, жеке банктен, 2-ші дәрежелі банктен? Жоқ, 2-ші дәрежелі стандартный ипотека бойынша үй алып береміз. Осы уақытқа дейін қанша адамға алып бердіңіздер? Почти 9 мың, 10 мың адамға халыққа үй алып бердік. Бұл бір 4-5 жылдың ішінде? Примерно шамамен 6-7 жыл болды. Тамаша көрсеткіш. Сонда жылына 1000-1500 адамға алып беріп өттіңіздер ғой. Тамаша. Негізі көшіп келгендігіңіз туралы айтып отырсыз ғой, бірақ жалпы сіздің осы сүйікті мамандығыңыз неден басталды? Басында қалай бастадыңыз, бұл салаға қалай келдіңіз? Жалпы бұрын мемлекеттік мекемеде жұмыс жасадым, одан кейін ол жұмыстан шығып кетіп, бизнеспен айналыстым, Турцияға қатынадым. Ол кезде қазір байермен сөйтіп барады ғой, сопровождениемен. Мен өзім сол кезде бір апаға еріп Турцияға қатынап, сөйтіп бизнес ашып, бутик ашып сөйтіп кеткенмін. Одан кейін Китайға өзімде бардым, Түркменстанға бардым. Сөйтіп товарный бизнеспен женский магазин ашып, сол салада жүрдім. Одан кейін мен Ақтау қаласына, Жаңаөзеннен Ақтау қаласына көшіп кеттім.
себебі бір проблемалармен көшіп кеттім. Адамды жаңағыдай ғой, қиындық адамды өсіреді дейді ғой. Жаңағы жол таба алмасаң, өзің сол жолға өзің шығасың дейді да. Сабақ береді екен өмірден. Мен түрлі сабақ алдым жалпы. Мен деген Ақтау қаласына келдім, барлық затымды сатып, жаңа айтып отырмын, проблема болды менде деп та. Дымнан дымсыз келдім. Сөйтіп бір кәсіпкер болды, бір застройщик компания. Домы салынбай қалған ғой, тоқтап қалған ақша жоқтықтан. Сол клиентке кредит алып беру керек болды. Содан крупный кредит алып бердім. Алматыдағы балаға хабарластым. Жақсы, осылай жасап берем деді, бірақ енді жаңа доверияға кіру керек қой, жұмысты бастау үшін да. Осы клиент істеп берем деді. Сөйтіп жасап берді. Сосын ана застройщик компания маған үймен көмектесті. Сөйтіп мен Ақтау қаласына барып, примерно 1 айдың ішінде үйлі болдым өзім. Содан Бақытты баспана компаниясын аштым. Басында айтып отырмын, Финап Ақтау болды. Одан разрешение бермегесін Бақытты баспана деп ашылды мекеменің аты. Ол кісіге қанша көлемде кредит алып бердіңіз? 600 миллион кредит алып беріп көмектестім. Сосын сол салада уже ары қарай кеттім. Болашағы бар екен. Ол кісінің эмоциясы қандай болды бірінші рет сіздің жаңа көмегіңізден? Ол өзі қиындықта. Мемлекеттен алып бердіңіз ғой? Мемлекет бағдарламасынан алып бердім. Ол қиындықта тұрған кісі болғаннан кейін оған кәдімгідей үлкен көмек болды. Қуаныштан кәдімгі рахметін айтып, сөйтіп енді застройщик компания ғой, енді үй берді, сөйтіп содан соның үйін алып, содан көтеріліп, қазір енді шүкір үйімде көп. Алматыда да үйім бар, Ақтауда да үйім бар. Сол компанияны Ақтау қаласынан ашып бастадым. Ақтаудан кейін Жаңаөзен қаласы, одан кейін Бейнеу ауданы, одан кейін Атырау облысы, сосын Алматы қаласы. Жалпы мен бұрын Нұрбанкте менеджер болып жасадым, товарный менеджер болып. Сол саламның тәжірибесінен осы жаңа кісіге көмектесіп отырмын кредит арқылы да. Сол адамды қуантып, содан шабыт алғаннан ары қарата осы жұмысты жалғастыруға шешім қабылдадым. Алматыға қалай келдіңіз? Кім түрткі болды? Жалпы Алматы қаласына мен Бауыржан Зорбай деген блогер, біздің Маңғыстау облысының баласы ғой. Маңғыстау облысының тумасы, Жаңаөзен қаласының. Ол бала сторис салған, әжемнің аманатын орындауым керек депті. Сол кезде мен оған жазып жібергенмін, әжесінің аманаты тек үй алу болғанда, енді үй ал, анау мынау деп аманаттап кеткен. Үйлі бол деп. Содан деген мен Бауыржанға жаздым, мен саған көмектесе аламын, осылай үй алып беруге депті. Содан мен Қатон-Қарағайға демалысқа келем. Сол кезде мен айтам, осы 2-3 күндікте Алматы қаласына барам, кездесіп сөйлесейік, мен саған үй алып беруге көмектесем деймін. Солай екеуміз Шафран кафесінде кездесеміз Бауыржанмен. Сосын мен Бауыржанға айтамын, енді ол мені бірінші рет көріп тұр ғой, өзі кішкене қысылып, енді блогер болғасын, андай болып сенбей сөйтіп тұрды негізі басында да. Енді білмейді ғой, Инстаграмға бірінші рет адам жазады, үй алып берем деп түсінбейді ғой. Бұл қайдан келген дейді ғой, бұл қайдан келген жақсылық деп. Сосын мен де айтам, ол айтады, квартира жалдап жүрмін, осылай деп сумасын бәрін айтып, көптен бері квартира жалдап жүрмін дейді. Квартирасы 2 миллионнан асады, 500-600 мың теңге квартира жалдап жүрмін дейді. 6 жыл бойы. 6 жыл бойы квартира жалдаған. Соны айтады, сосын мен оны еще есептеп берем. Ол на самом деле ол өзінің үйіне төлеп атқан жоқ. Квартираның ақшасында былай қарағанда 48-50 миллион ол квартирант ретінде ақша кеткен. Квартираның иесіне да. Содан деген мен сосын айтам, онда Алматыдан үй алу керек екен ғой деп, қай район жақсы, қандай не жақсы деп сұраймын сол жерде. Сосын айтады, ЖКТ Ракота деп, уже крыша ағарып кеткен, үй қарап кеткенсің ғой. Содан ол да үй қарайды, сонымен бірге мен де үй қараймын. Ол бір үйді қарайды ремонтпен, мен черновой қараймын. Сосын мен айтам, черновойды ремонтпен зат істеген кезде кішкене экономдауға болады деп та, а сен ремонтпен қымбат қалып жатсың деп. Ол бірақ ремонтпен кіруім керек, осылай дейді. Мен черновой үй алам. Сразу бір үйді көрем, крышадан енді бізде рыночный сумманың несі аз, ең арзаны, қымбаты қараймыз ғой.
Содан бір черновой үйді қараймын, сонымен келісіп кетемін. Сразу мен өзім ипотекаға бір аптаның ішінде оформить етіп аламын, сол Алматы қаласында. Бауыржанның үйінің документі дұрыс болмайды, мен ұшып кетемін Ақтау қаласына. Сосын Бауыржанның үйінің құжаты шығады. Содан кейін мен оформление жасайтын кезде өзім ұшып келем деймін. Бір айдан кейін, 2 айдан кейін, примерно, 2 айдан кейін жаңа құжат шығады Алматы қаласында, Бауыржанның алайын деп тұрған үйінің да. Содан не істеймін? Ұшып келем Ақтауға, оформлениені бәрін жасап берем Бауыржанға. Сөйтіп Бауыржан ремонтпен 3 бөлмелі үйлі болады. Нотариуске дейін барам. Бірақ нотариусте де тоже Бауыржан үй алып жатқандай эмоция болмайды енді. Сенбейді. Қанша жыл үйсіз себебі ол деген енді Инстаграмнан жазады да, бір үй алып беріп жатырмын десе, ешкім сенбейді ғой. Сосын мен ұшып кетем Ақтау қаласына. Сосын WhatsApp-қа жазып жіберген, ертесі күні кілтін алады ол. Үйге кірген эмоция басқа, рахмет, осылай деп кілттің суретін салып, видеосын жібереді маған. Сөйтіп қуанып сөйтеді. Сосын Бауыржан тоже айтады, сен Алматыға көшіп келшеш, или Алматыдан бақыт аспаны ашеш депті. Бауыржанның айтуы бойынша, ұсынысы бойынша Алматы қаласына көшіп келіп, сөйтіп бірінші офис сатып алып ашам. Ашылуын жасаймыз. Сразу көшіп келген жоқпын. Ашылуын жасадық. Арқылы зерттедіңіз. Сосын енді бірінші көшіп келмей сразу білмейсің ғой. Көрейік деп та. Содан кейін көшіп келем 6-7 ай өткеннен кейін. Алматы қаласына осылай осы Бауыржанның ұсынысы бойынша көшіп келдім. Алматыда жұмыссыз, үйсіз жүргендер өте көп екен. Жалпы бізде Қазақстанда қанша адамға ресми үйсіз жүрген адамдардың саны шамалдан кейін айтамын. Бірақ осылай қанша уақыт бойы жаңағы жалға төлеп келіп, соңына қарасаң бір пәтердің, 2 пәтердің бағасы шығып кеткен. Шынында. Осы сияқты басқа да бір кездесті ме? Кәсіп иелері болсын? Кәсіпкерлермен кездескенмін Алматы қаласында. Үлкен кәсіпкер айына помещениеге 3 миллион аренда төлейді. 10 жыл аренда төлеп келген. 10 жылды есептегенде 360 миллион. Бірақ ол примерно ол өзіне помещение қалмайды. 360 миллионды на самом деле біреудің несіне жаратып жіберді, қалтасына да. Сосын енді мен тоже бізде даму бағдарламасы бойынша кәсіпкерлерге бизнесті дамытуға, бизнес ашуға, енді біздің Қазақстанда даму бағдарламасы кәсіпкерлерге көп көмек жасап жатыр ғой. Сонымен айттым, сіз помещение сатып алсаңыз болады, осылай депті. Просто адамдар кейбір кезде бүйтеді, калькуляцияны есептейді. Жаңа банктың да пайыздарын есептейді, осылай, мынандай қылып қайтарам ба дейді. Бірақ ол артындағы 10 жыл біреуге төлеген 3 миллионды, 360 миллионды есептемейді. Сондай клиенттер де болған менде. Пайыз бір көп сияқты болып тұрады. Пайыз көп сияқты болады, бірақ артына қарамайды, артындағы 10 жылға 360 миллион төлегенге. И то ол жылдан жылға банктың пайызы өсе береді. Себебі мен 2019-дан бері жасап бастадым ғой. 14% болған Сбербанктың кезінде. Қазір ипотеканың пайызы 21%. Ал даму бағдарламасының проценті ол кезде 5% болған. Қазір 12-де 8%. Жылдан жылға үйдің де бағасы өседі, банктың де пайызы өседі. Осы жерде айтып кетейікші, Қазақстанда жалпы дерек бойынша, ресми дерек бойынша Қазақстанда 2 миллион 300 мыңға жуық адам үйсіз тұр екен. Яғни кезекте тұр екен. Бұл енді ресми. Ал бейресми жүргені қаншама, ал жерге кезекке тұрғаны 1,5 миллион адам екен. Бұл енді өте аз сияқты. Шын мәнісінде сіз енді халықпен жұмыс істеп жүрсіз ғой. Негізі мұқтаж адамдар өте көп па? Көп, жалпы үйсіз жүрген. Енді лауазымды адамдарда үйсіз жүр. Мен бірақ аттарын атап өйтіп не істемей қояйын. Жалпы өзімнің алдыма келгендер бар. Бірақ мен оларға түсіндіріп айтқам. Просто қазір өзінің дәурені жүріп тұрған кезде, бизнесі жүріп тұрсын, жұмысы жүріп тұрсын, сол уақыттан темірді қызған уақытында не істе дейді, сол уақыттан негізі алып алған жақсы да, олар ақшаны квартираға шашып, сөйтіп ертеңгі күні ол адамның да тоже жұмысы, заты жүрмей қалады ғой. Сол уақытта
деп не істейді да, уже үй алуым керек еді, осылай деп та арттағы уақыт қайтып келмейді. Иә. Негізі былай байқағаныңыз, Алматыда үйсіз жүрген жандар көп па, жоқ Батыс Қазақстанда? Енді Батыс Қазақстан кішігірім ғой дегенмен де, Маңғыстау, иә. Қайсында байқадыңыз негізі? Алматыда үйсіз жүрген адам көп жалпы. Қазақстан бүкіл жастар болсын, басқа болсын, бәрі Алматыға ұмтылады, иә? Иә. Яғни сіздерге клиент те көп, жұмыс та көп, шаруа көп, жауапкершілік те көп. Мен білуімше, енді мен сізді айтып отырмын, бұрыннан бері білем. Сондықтан да сіздің алдын ала ақысын алмайтыныңызды да білем. Иә. Бірақ Алматыда кішкене бізде басқаша да. Негізі бірінші төлеуім керек дегенде, бізде енді қатты адамгершілікке салынбайды Алматыда. Бізде батыста адамгершілікті бірінші орынға қояды. Сөйтіп деген Алматының бір клиенті келген маған. Сол клиент 2 консалтингте алданып қалған, ақшасын беріп алдын ала. Соған деген өзім услугымды алмай, договорымды жасап, үйін алып бердім, и потом менің услугымды бермей кетті ол кісі да. Бірақ заңды түрде оны сотқа берді, себебі договорға қол қойды ғой. Бірақ жаңағыдай бізде ең бірінші адамгершілікке. Алматының адамдар сол үшін ғой, тіл табыса алмаймыз, көп адам түсінбей қалады, сосын көп адам алданып келеді да, сомнение ұстап тұрады адамға да. Жалпы адамгершілікке салып көмектесесің ғой, бұл жақты әлсіздік деп санайтын сияқты, адамгершілікке салып жақсылық жасағанды да. Бірақ ол жақсылық жасаған, ол әлсіздік емес. Өздері үй сұрап келгеннен кейін біз көмектескіміз келеді, әр қазағым үйлі болсын дегіміз келеді да. Олар басқаша түсінікпен былай қарағанда, енді 2 консалтингтен алданып келіп отыр, мен оған үйін алып беріп, қолына ұстатып отырғаннан кейін услугысын төлемей кетті да. Бізде батыс жақта адамгершілік бірінші орынға қойылатын болғасын, адамгершілікке салып, үйін алып беріп, сосын жаңағыдай жанымыз ашып, мамасы да папасы да жоқ, 2 консалтингке алданып қалды депті. Содан үйін алып бергенде солай жасап кетті. Бірақ жақсылық жасаған әлсіздік емес. Негізі біз енді Қазақстанда тұрамыз ғой, бірақ бір 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл тұрғаннан кейін ғана үй алатындай мүмкіндікті. Яғни біздің айлық табысымызбен үй алудағы мысалы қалауымыз екеуі сәйкес келмейді. Ол үшін сен ұзақ уақыт жұмыс істеуің керек, егер жинайтын болсаң. Бірақ енді айналдырған бір 20 миллионға жетер-жетпес қазағымда. Жеріміз осындай кең, байтақ. Бірақ бір Лос-Анджелесте тұратын сияқтымыз, бір Нью-Йорктан үй алатын сияқты жұмыс істейміз да. Осыны былай бір бақылайтын, бір өзгертетіндей мүмкіндіктер бар ма? Неге? Өсе береді, пайызы да мысалға ипотеканың. Жалпы енді доллар көтерілген сайын үй де көтерілетін сияқты. Мен өзімнің ойымда. Жалпы енді жылдан жылға айтып отырмын, үйдің пайызы, банктың пайызы да, үйдің несі де қымбаттап жатыр. Жылдан жылға үй қымбаттап. Қазір 21%-пен екінші дәрежелі банктер береді. Неге мемлекеттік жаңағы нелермен жұмыс жасамайсыз, бағдарламалармен? Ол жерде де тоже есептегенде негізі стандартный ипотекаға келеді, себебі 50% халық жинап салады, сосын 50% примерно банк береді ғой, 100% бірақ халыққа график шығарып береді. Сол кезде екеуін қосқанда стандартный ипотеканың пайыз шығады. Просто мен оны маркетинг деп ойлаймын, халықты бізден алсын деген сияқты. Яғни ол бір жай ғана көзбояушылық болып тұр ғой, сонда суммасы бірдей болып тұр соңында бағасы. Айналып келгенде, бірақ жаңа бағдарлама арқылы алу деген бір адамдарға жеңілдік секілді көрінеді. Жеңіл сияқты. 50% халықта депозит қылып жинайды, бірақ ол квартирада тұрып жинайды да. Ол квартираға да жинайды, и депозитке де салады. И барады да үй алатын кезде 50% ақшаны салған, ақшаға и жаңағы 50% банк берген ақшаға 100%-ға график шығарады. Өзі квартирада жүрген халық. Енді кім ұтылып тұр? Ол халық ұтылып тұр. Кім есе төлеп тұр? Халық. Стандартный ипотеканың пайызымен бірде ғой, былай қарағанда. Сонда енді халықты ешкім ойламайтын болып тұр ғой, әркім өз-өзін ойлау керек болып тұр ғой. Солай шығады. Енді түсіндік, халыққа қиын, ал енді кәсіп иелері неше? Кәсіпкерлерге жалпы өзінің қаржылық сауаттылығы болса, даму бағдарламасы бірнеше бизнесті ашуға,
бағдарлама беріп қойған, бірақ оны қолданып білетін кәсіпкерлер бар, қолданып білмейтін кәсіпкерлер бар. Қолданып білмейтін кәсіпкерлер ол өзінің товарын сатып отырады да, бірақ аренда төлеп отыра береді. Ол өзінің қалтасына қалатын есепті ойлау үшін даму бағдарламасымен өздерінің бизнестерін дамытуға болады. Примерно өзімді алсам да болады. Өзімнің тоже бірнеше бизнесім бар. Даму бағдарламасымен алдым. Сол бизнесті дамытып отырмын. Ол жаңа айтып отырмын, 10 жыл аренда төлеп отыр, примерно да. Даму бағдарламасымен 5 жыл кредитін төлейді. Кредит төлеп болғаннан кейін ол помещение өзіне қалады. Өзінің бизнесі ары қарата ол ешкімге жаңағыдай аренда төлеп өйтіп отырмайды. Өз бизнес өзіне ол жаңағыдай үлкен не алып келеді ғой. Ақша, пайда алып келеді. Иә. Қазіргі таңда үлкен деңгейлі кәсіпкерсіз, көптеген адам жұмыспен қамтамасыз отырсыз, иә, бірнеше бизнесіңіз бар. Соларды атап бере аласыз ба? Қазір қанша адамға жұмыс беріп отырсыз? Менде 70-80 адамға жұмыс беріп отырмын қазіргі таңда. Тағы да 2 салон ашқым келіп отыр. Қазір ремонт жасалып жатыр. Біреуі үлкен салон неде Алматы қаласында. Сосын гүл магазин ашқым келіп отыр. Тамаша. Енді өзіңіз қаржылық жағынан жақсы сауаттысыз. Алғашқы жарынан қалай жинау керек деп ойлайсыз тезірек? Мысалы, кейбіреулер кредит алып бастап кетіңдер деп жатқандар да бар да. Жалпы тиімді ме сол жол? Жоқ, алғашқы жарнаны кредит алып салу ол тиімсіз. Неге? Ол себебі банктың пайызы тоже денежный алған кезде 25%-пен береді. Оны тоже 2 есе төлеу керек болады да. Сондықтан өздері жинаған. Өздері жинап, сосын ипотекаға келіп, бұрын бізде 7-20-25 бағдарламасы болды. Қазір оны очередке қояма, сондай қылып тастады. Көп адам оған 7-25-ке алып атқан жоқ. Стандартный ипотекамен алып жатыр. Көбісі дайын үй, тез кіргісі келеді. 7-25-те черновой үй застройщиктен алынады ол. Жалпы алғашқы жарнаны қалай жинау керек деп ойлайсыз? Енді кредит алу тиімсіз деп тұрсыз, иә, мысалы? Жалпы алғашқы жарнасызда ипотека алған менің құрбым болды. Өзімнің бірінші жақыным алып бердім. Ол кезде ипотеканың пайызы 14% болды, Сбербанктің кезінде. Одан кейін ініме алып бердім солай. Ол үйдің бағасы көтерілген кезде сума үлкен болса, первоначалка салу керек болады. Үйдің бағасы кішкене арзандау, средний баға болса, без первоначалка алуға болады. Әлі де? Иә. Әлі де. Жақсы. Енді осы тұста айтып кетейікші, сіздің әріптестеріңіз өте көп. Алматыда болсын, басқа қалада болсын, мемлекеттің атын жамылып, үй алып берем, мына бағдарламаларға, мемлекеттік бағдарламаларға көмектесем, кезекке тұрғызам дейді да, сөйтіп алаяқтықпен айналысып жатқандар көп. Өзім де бір атын атамай қояйын енді. Өте көп сондай келіншектерге кездестім. Тіпті ол содан зардап шеккендер маған шықты. Мен журналист ретінде маған да шықты да. Енді бұл саңырауқұлақ сияқты көбеюде жаңбырдан кейінгі, бұларға қалай тосқауыл болуға болады? Енді олар өз атымен алдаса мейлі, мемлекеттің атын жамылып, мемлекеттің былайша айтқанда кір келтіріп жатыр атына. Өйткені адам сеніп қалады ғой, мемлекеттен алатын болдым дейді да, сосын соңына келгенде лақтырып кетеді, ақшасын алып кетеді, және имиджіне әсер етіп жатыр да, мысалға мемлекеттік бағдарламалардың сондай жандар арқылы. Осы тұста қайту керек деп ойлайсыз? Жалпы енді Инстаграмын, офисін бәрін зерттеу керек. Отзывтарын қарау керек. Примерно Инстаграмға отзыв салады ғой, үй алған адамның отзывын салады. Соны қарау керек, бірақ өйтіп алданып қалу көп. Тем более Алматы қаласында көп екен. Жаңа айтып отырмын ғой, біздің клиентіміз келіп 2 консалтингке алданып қалған. Осылай ақшасын алдын ала беріпті. Ешқандай алдын ала ақша бермей-ақ бізден ипотека алуға болады. Сосын жаңа кәсіпкерлер үлкен бизнесін дамытуға, дайын бизнес сатып алуға, бізде айтып отырмын ғой, Қазақстан бойынша даму бағдарламасы көп көмек беріп отыр. Енді алданып қалған, жаңағы айтып отырсыз ғой, тосқауыл деп та. Ол тіпті сіздің атыңызға да өйткені сенбей қалады ғой. Сеніп отқан адам ананы көріп, мысалға да, сенбей қалады. Енді жаңағы клиентке келіп енді сенбей сөйтіп зат істегеннен кейін түсінбей қалды да, өзі де үй алғанында 2-3 консалтингке алданып келеді көбісі. Бізде ондайлар бар. Сосын
көп консалтинг үйді алып бере алмайды, ең соңында бізге келіп алады. Ондай да клиенттер болды бізде. Білмеймін ол не үшін, неге алып бере алмай қалғанын да. Просто енді жаңа білімі мүмкін жетпейтін шығар. Ал енді солар тану үшін өте ұзақ зерттеу керек, құр отзывқа да сенбеу керек, оны өздері де жазу мүмкін. Документ көрсету керек па? Жоқ, видео отзыв салады ғой клиенттен примерно. Біз примерно Инстаграм парақшамызға клиенттің отзывын жазамыз. Негізі отзыв көп бізде, бірақ көбісі үйін алғанын ағайыны білмей ақ қойсын, или мен ақша жинап алды деп ойласын. Біздің қазақта сондай бар. Сосын ешкімге ипотека мен алдым деп айтпайды. Ипотека мен алдым деген ол ұят па? Ұят емес. Ұят емес меніңше, иә. Бірақ сондай клиенттер көп. Жақсы. Бұл сан негізі 8 наурызға арналған. 8 наурызға кейіпкер қылып сізді бекер таңдаған жоқпын. Енді осы жерде өзіңіз айта кетсеңіз, қандай анасыз, қандай келінсіз? Жалпы қазіргі таңда мен 5 баланың анасымын. Мен қыз күнімде 17 жасымда күйеуге шыққанмын. Негізі бірінші жолдасым, қазіргі жолдасым, екінші жолдасым, өзімнің кластасым. Жалпы бірінші жолдасым андай күйеуге шықтым, бірақ күйеуге шыққан бойдан андай кластасым құттықтаған кез бетімен сүйген ғой. Күйеуге шыққан күні уже таяқ жеп бастадым да. Не үшін ол сенің бетіңнен сүйеді, осылай деп. Мен ол кезде енді 17 жас балалық шақ қой былай қарағанда да. Ондай ақылмен шешім қабылдамайсың сразу. Сөйтіп уақыт өте келе тоже қызды болдым. Қызым 2008 жылғы. Не үшін сен қыз туасың? Негізі маған бірінші ұл туу керек деп сондай нелер қойды. Ол Алланың несі ғой? Иә. Қыз бере ма, ұл бере ма деп. Сыйы ғой? Иә. Менде солай жаңа нәзіктігім ұратын еді, сөйтетін еді. Содан кейін мен онымен ажырасып кеттім да. Адамның нәзіктігі, сол әйел адамның негізі жаңағы алған күйеуге шыққан неңе байланысты. Күйеуге байланысты. Нәзік қалу, сақталу. Иә. Сол негізі нәзік адамбыз, нәзіктігіміз жоғалып кетті содан. Қазір енді айтады ғой. Адамның ішіндегі тілін шығарады дейді ғой. Сол рас па? Сөйтіп, менде тілде шықты, духта шықты. Тамаша. Қазір екінші жолдасым, шүкір, адамға, әйел адамға қол көтермейді. Өзімді сыйлайды. Рахмет айтамын осы уақытқа дейін. Солай мені негізі әйел адамға поддержка беретін ер адам ғой. Қасыңда жүріп, қолдап отырса. Қазіргі жағдайда өте сізді еркелетіп отыр деп ойлаймын. Өйткені сыртыңыздан қарасақ, біз сізді өте нәзік, сондай әйел ретінде танимыз, келіншек ретінде танимыз. Сондықтан да ол ішіңіз қатты болғанымен сыртыңыз өте нәзік, жұмсақсыз. Соны сақтау үшін сол жаңа женский энергия деп жатамыз, соны қалай көбейтесіз? Мен бірақ түрім нәзік болғанмен, бірақ мінезім, ішкі сырым нәзік емес. Жұмысқа бірақ қаттысыз. Жұмысқа қаттымын. Себебі енді қарайған бизнесті басқару, жұмысты басқару ол қатты болу керек. Нәзік болсаң бизнес басқара алмайтын сияқтысың былай қарағанда. Адамдар ол не деп ойлайды да? Әлсіздік деп ойлайтын сияқты. Мейірімді болсаң, яғни өйтіп үлкен жаңағыдай 100 адамға да жұмыс беретіндей мүмкіндік болмайды, ол кезде. Ал енді бірақ күйеуіңізге нәзіктігіңізді көрсетесіз ба әрине? Қандай анасыз? Қатал анасыз ба? Ұрасыз ба балаңызды? Ер балаға қаталмын. Қыз балаға енді ондай қатты емес. Андасында. Енді тоже қыз баланы да олай еркіне жіберіп қоюға болмайды. Өзім солай қабылдаймын. Әке-шешемнен солай тәрбие көргеннен кейін. Әке-шешеңіз қатал болды ма сізге? Иә, қатал болды. Енді ондай қатал емес. Айтатын қаңғыма, шықпа деп та. Дұрыс қой енді бәрі. Қандай гүлді жақсы көресіз? Сізді не қуантады? Гүл ма? Қандай сыйлық жалпы? Демалыс па бәлкім?
именно сіз сұрақты жақсы қойдыңыз деймін. Мен андай үлкен сыйлықтарға қуанбаймын. Именно гүл сыйлағанда қуанамын. Эмоциям да гүлге шығып кетеді ғой. Андай үлкен сыйлықтар берген кезде айтады, эмоцияң шығара алмай жатсың, сенде эмоция, мынандай сыйлық алсаң да эмоция шықпайды деп та көп адам айтады. Эмоция жоқ. Иә, эмоция жоқ деп. Бірақ гүлге келгенде эмоциям шығып кетеді, қуанып кетемін кәдімгідей. Кәдімгідей ішкі дүниеммен кәдімгідей солай қуанып кетемін. Қандай гүлді қатты жақсы көресіз? Роза гүл. Балаларыңыз тәрбиелегенде бағана ұстаным жайлы айтып кетсеңіз, қандай ұстаным, қандай принциппен тәрбиелейсіз? Жалпы бізде Маңғыстау жақта жалпы қазақи тәрбие. Жаңағыдай біреуді алдама, біреудің артық затын алма. Енді шектеу қою керек. Болмайтын сияқты, біреудің затын алуға да болмайды. Жаңағыдай бала деген қазақи тәрбиеде өскен жақсы сияқты. Яғни қазақ тәрбиелейсіз. Иә. Үш арманыңызбен бөлісе аласыз ба? Енді арман дегенді де кім көргенмен бөліспейді, мысалы адамдар. Жалпы менің бірінші арманым Малайзия мемлекетіне көшкім келіп жүр. Неге? Өзім шетелде өмір сүргім келеді, себебі ол жақта барлығы қарастырылған. Қазақстан кім дамытады? Үйлерді кім береді? Менеджерлерім қалады ғой, берсе, орныма жұмыс жасайтын адам қалдырып кетемін жалпы. Сөйтіп жалпы ойлап жүрмін өзім, шетелге көшкім келеді деп. Қалған екі арманыңыз? Екінші арманым жалпы анам мен әкемді неге умраға жібергім келеді. Үшінші арманым жалпы қызды болғым келеді. Тамаша. Бір ең жүректік біріндегі айттыңыз ғой деймін, иә. Бағана анам деп айтсыз, анаңызға жалпы ұқсағыңыз келе ме? Қандай ана сізді өмірге келген? Менің анам ақ көңіл, ақ жарқын, өзім сияқты адамдарға болсын дейтін. Жалпы біздің үйдің үй ішімен полный әкем де, анам да, бауырларым да ақ көңіл, үндемейтін, ешкімге артық сөзі жоқ, ешкімнің ала жібін аттамайтын, сондай кісілер. Ұқсағыңыз келе ме анаңызға? Иә, ұқсағым келеді. Қандай қасиеттері ұқсағыңыз келеді? Қандай қасиеті дейсі? Кейде мынау қаты кезеу алматы дейміз ғой, мысалы, жүрегіңді қатайтып жібереді кейде, иә? Бірақ өзің шын мәнісінде анаңнан шыққаннан кейін бір қасиеттерің жоғалып кеткен сияқты болып сезіледі да? Иә, жаңа адамгершілік деген сияқты, иә. Примерно адамға жаным ашып тұрады, сондай қасиеттерім жоқ сайт, бірақ жаңа адамдар адамды қатты қылып өсіріп жатыр да. Өзгертуге адамгершілік танытқың келмейтін кездер болып кетеді, иә? Өзгертіп жатыр. Қазақ қыздарында сізді жалпы таңғалдыратын қандай қасиеттер бар? Кімге ұқсағыңыз келеді біздің өзіміздің қазақ қыздарынан? Кімді үлгі тұтасыз? Кімді дейсіз ба? Бүйтіп ойламаппын, ешкімге ұқсағым келеді деп. Қандай қасиеттер сізді таңғалдырады? Жалпы салтанатта батылдық деген құрбымның, блогер құрбымның батылдық қасиеті бар. Жаңағыдай, мен айтып отырмын ғой, камерадан ұялам деп та. Сондай неше жерге подкастқа неге шақырып подкаст жасағанмын, білмеймін енді сізге сеніп келдім. Жалпы салтанаттың сондай камера шығатын, сөйлейтін батылдығына ұқсағым келеді. Тағы қандай қасиеттер? Қалған бәрі бізде бар. Басқа қасиет бар сияқты өзінде. Өстіп тәжірибе жинап, үйреніп кетесіз ғой. Сосын біздің бетперденің тұрақты бір сұрағы бар. Енді мен бағанадан бері сізге сұрақ қойып жатырмын. Сіздің маған қандай сұрағыңыз бар? Енді мен Бақыт Аспананың основателі ретінде мен сізге сұрағым, сіздің жалпы Алматыда өзіңіздің жеке үйіңіз бар ма? Өте ауыр сұрақ. Жауап бермей қойсам бола ма? Хорошо. Былай айтайыншы, негізі біздер өнер адамдары, шығармашылық адамдары осындай қаржылық жағынан болсын өте сауатсыз келеміз. Және де өте оған ұқыптылықпен қарамаймыз. Біз үшін бірінші шығармашылық, бір нәрсе жасау, түсіру, әрекет,
шабыт тағысын тағы басқа адамдарды шығарумен жүреміз да көбіне. Ал өзімізге келгенде өте салғыртпыз. Ол менде ғана емес, көптеген өнер адамдарының мысалға қазірге дейін баспана жоқ деуге келеді. Және ол сіздің қызметіңіз бізге керек. Біз оған шынында мұқтажбыз. Бағана айттыңыз ғой, бизнес өкілдері өздері айтпайды деген секілді. Біздікілер де айтпайды, бірақ көбісінің енді бұл әншілер қалай болады? Біреуге бір атақ бітсе, не бітсе, барлығы соны жағалайды да. Мысалы, қазақи біздің тәрбие ғой, бәріне көмектеседі, оқуын оқытады, шоқытады, әке-шешесіне көмектеседі да, бірақ айналып келгенде өзін ұмытып кетеді ғой. Өзін ұмытады, бірақ соңында ол негізі өзін ойлаудан бастау керек еді да, ең басында. Сол кезде ол барлығына жетеді, көңіл тоқ болатын еді. Енді ол нәрселерде мен ойлаймын, психология келгелі қалыпқа келіп жатыр. Сондықтан да білмеймін, мен өзім Аллаға сенем, және де еңбегімнің жаннатына, әділеттілікке сенем да. Сондықтан мен оны қатты уайымдамаймын деп айтайыншы, ол Алланың құзырында деп айтайын. Жауап бердің ба? Сізге рахмет. Бүгінгі 8 наурыз құтты болсын. Еңбегіңіздің өнбегін, жемісін көре беріңіз. Осылай халыққа қызмет ете беріңіз. Еңбегіңіз берекелі, қайырлы болсын. Рахмет. Сізге де рахмет. Осылай мені бірінші подкастқа шақырып, енді оған дейін айттым ғой, подкаст жасадым деп, бірақ сізге сеніп келдім. Сізге де рахмет. Назарларыңызға көп рахмет. Тағы да қайталап өтейін. Бізде бүгін қонақта болған Бақытты баспана компаниясының иесі, үй алып беру маманы, әдемі әйел, келіншек, көп балалы ана Хадиша Сәбитқызы. Біздің парақшаға жазылыңыздар, басыңыздар, колокольчик, лайк, løпіл бәрін басыңыздар. Комментарий жазыңыздар, ұнаса да ұнамаса да жазыңыздар. Барлығын оқимыз. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше.